күнімізді мынандай күн шапақтарымен бір-бірімізге жақсы тілектерден бастайық. Әріптестер, сіздерге сәттілік тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Әріптестер, шығармашылық табыс тілеймін. Көкежайымыз жарқырай берсін. Әріптестер, барлығыңызға мықты денсаулық тілеймін. Қыздар, барлығыңыз күн сияқты жарқырап жүре беріңіздер. Қыздар, барлығыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Құрметті әріптестер, мен сіздерге күннің нұрындай, шуағындай жарқырап жүрулеріңізді тілеймін. Айналып жүре қояйық шеңдер бойымен. Аматсыздар ма? Жаңа бәріміз жаңа күнімізге жақсы тілектермен бастадық. Бүгінгі шеберлік сыныбымыздың тақырыбы ұлттық құндылықтарымызды ойын іс-әрекетінде тиімді пайдалану. Әрине біз балабақшада істегесін әрқашанда әр жұмысымыз ойынмен ұйымдастырылады. Сондықтан да біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды балалар бойына тиімді ойын іс-әрекетімен енгізуіміз сұралады. Құндылықтар дегеніміз не? Әр ұлттың өздеріне сай ұлттық құндылықтары, салт дәстүрлері бар. Ұлттық құндылықтар дегеніміз біздің тарихымыз. Ендеше кіріспе. Ұлттық құндылықтар ұлт болмысының негізі. Өйткені біз өз алдына дара ұлтпыз. Болмысымыздың негізі ұлттық құндылықтар. Тәрбие ұлттық құндылықтардан басталады. Демек біз балабақшада балаларға ұлттық құндылықтардың бастауын енгізуіміз керек. Баланың дамуына әсер ететін рухани мәдени негіз. Бала өзінің рухани ата-бабасының мұрасын осы балабақшадан ала отырып дамиды екен. Ұлттық құндылықтарымызды ойын іс-әрекетінде тиімді пайдалануда алға қойған мақсаттар мен міндеттер. Ендеше тақтаға назар аударыңыздар. Тәрбиелік міндеттері. Балаларды адамгершілікке, мейірімділікке, сыйластыққа үйрету, тәрбиелеу. Ұлтжандылық пен патриоттыққа сезімдерді ояту, өз халқының мәдениетін құрметтеуге және мақтан тұтуға баулу. Рахмет. Дұрыс айтасыз. Құрметтеуге жақсы, мақтан тұтуға баулу, демек үйрету. Екінші, әлеуметтік психологиялық міндеттер. Қымбат әріптес оқи қойыңыз. Ойын барысында балалардың бір-бірімен қарым-қатынасын жақсарту, топпен жұмыс жасауға, ынтымақтастауға үйрету, баланың өзіндік ойын білдіруге, әрекет етуге мүмкіндік жасау. Рахмет, дұрыс. Еркін әрекет жасауға әрқашанда балаларға мүмкіндік беруіміз керек екен. Жанымай әріптес, дамытушылық міндеттерді оқи қойыңыз. Қимыл қозғалыс дағдыларының моторикасын дамыту, эмоционалдық әлемін байыту, шығармашылық қабілеттерін ояту, тіл байлығын сөйлеу мәдениетін дамыту. Әрине, бұл жерде рахмет әріптестер. Бұл жерде дамытушылық міндеттерді біз коммуникативтік балалардың даму жағын қамтамасыз етеміз екен. Қысқаша түсіндіріп кетейін, бақылау әдісі баланың ойын барысындағы тікелей бақылау арқылы ұйымдасады. Әрине, күнделікті ойында бұл бізде жүзеге асырылып жүрген жұмыстарымыздың бірі. Әңгімелесу, бұл әрине коммуникатив, баланың сөйлеуі, бұл жерде әртүрлі салт дәстүріміз туралы. Біз не ұйымдастырдық? Сол бағытта сұрақ жауап алу арқылы ұйымдастырамыз екен. Ұлттық ойындарды пайдалану арқылы диагностикалық тапсырмалар, ойын түрлері, мысалға түйе, бәйге, қыз қуу, сондай-ақ балаларға ұлттық ойнау кезінде түрлі тапсырмалар беру арқылы шешіледі екен. Сауалнама мен тестер, мысалы, ол ұлттық тағам түрлері бізде жақында Наурыз мерекесі келе жатыр. Осы мерекеде керемет ұйымдастырып, түрлі салт дәстүрімізді көрсету арқылы балалармен байланысқа түсеміз. Мына жерде портфолио жинақтау, баланың ұлттық құндылықтармен байланысты ойындарда, суреттерде, қонеңгер бұйымдар, осы атқарып келген жұмыстарымыздың бәрін жинақтап не жасаймыз екен қыздар? Портфолио жинақтаймыз екен. Мінекей, бұл жерде портфолио ата-аналармен байланыс жұмыста да бізге болашақта қажет болады екен. Енді балалар, бүгінгі таңда мен сіздерге тәжірибе жұмыс ретінде асық вес жұмыс ойынын алып келдім. Бұл ойынды мен сіздерге шартын түсіндіріп жіберейін. Ортада шеңбер тұр. Осыны айналдырып, мына қайсы белгінің қасына тоқтайды, сол түстің қоржынын ашып, ішіндегі тапсырманы алып, орындайсыздар. Тоқтайды сол. Қай түске тоқтады? Жасыл. Жасыл. Ішіндегі тапсырманы ала қойыңыз. Құрастыр, ойы өрнекті дейді. Құрастыр, ойы өрнекті. Мына жерде тапсырмаңыз бар. Мінекей, мына тапсырманы отырып орындай беріңіз. Екінші. Сары. Сары, аша қойыңыз. Шырағын. Шапан. Демек, тапсырмаңызды алып, орындай беріңіз. Алып кетпеңіз шырағын. Қойыңыз, тапсырманы қойыңыз. Орындай беріңіз. Алдын алғанда тапсырманы орындап болған шығар. Көрсете қойыңыз. Мінекей, бұл жерде балалардың қандай жүйелік тапсырмасы орындалады? Бала қай жағынан дамиды? Сіздің ойыңызша қалай бұл ой өрнектерді құрастырғанда? Бұл тапсырмада ең бірінші пішіндердің жартысын табу. Яғни оюлардың жартысын табу арқылы ойлау қабілетін дамытады. Одан кейін ойын іс-әрекетіне байланысты оюларды атап беруге болады. Дұрыс айтасыз. Ендеше сіздер мына жерде мен жас мамандарға өткізіп тұрған шеберлік сынып болғанда өзім түсіндіріп жіберейін. Мына жерде ең алдымен бала көру арқылы есте сақтау қабілетін дамытады. Мына жерде оюдың қандай түрі тұр, қандай сурет бейнеленген, соны есте сақтау. Ұлттық ойында мен көлеңкесін тұрттым. Көлеңкесіне орналастыру арқылы. Дұрыс айтасыз. Мен бұл жерден де түсіндіріп жіберейін. Мына жерде
суретте біздің ұлттық бұйымдарымыздың көлеңкелері бейнеленген. Бұл жерде де баланың зейіні дамиды екен. Шапанды құрастырдық. Дұрыс айтасыз. Шапан қазақ халқының көне ұлттық киімдерінің бірі. Қазақ халқында шапанды құрметті қонаққа, ақын жырауларға сый құрмет ретінде жатқан. Рахмет, әріптес. Өте дұрыс айттыңыз. Мінекей, бұл жерде шешілетін мәселе көзбен көру, дәлдік. Мына суреттердің қиындыларын дәлме-дәл орнына әкелу. Бұл жерде физикалық, дене тәрбиесінде біз балаға тіке дәл бірінші санаға лақтыру керек болса, сол сияқты бұл жерде де денсаулық шешіліп тұр. Баланың көзбен жұмысы. маған түскен ұлттық аспаптар. Дұрыс айтасыз. Ұлттық аспаптар негізгі балаға үйреткен мақсаты рухани мәдениетін қалыптастыру, ұлттық аспаптар туралы несін үйрету да, яғни. Дұрыс айтасыз. Рахмет, дұрыс айтасыз. Мінекей, ұлттық аспаптар бұл жерде де жаңағы ойындай, бұл жерде және бұл жерде балалар өздері сканерлеп бұл аспаптардың атымен таныса алады. Бұл жаңа технологияны дамыған үрдісін көрсететін.